Ассалаумағалейкум. Қысқаша кіріспе. Мен сіздерге ұсынып отырған видео Еуропаның Ресей активтерін қатырып қою туралы және Ресейдің Еуропаға қандай жауап берген туралы. Алдын ала ескертіп қояйын, бұл видео жасанды интеллект арқылы жасалған. Сондықтан бұл жердегі кейбір фактілер күмәнді болуы мүмкін, бірақ жалпы идея дұрыс. Және бұл жерде келтірілген мәліметтердің көбі шындық. Сондықтан бұл видеоны 100% ақиқат немесе керісінше 100% жалған пропаганда деп қабылдамай, ой салатын ой азық ретінде қабылдасаңыздар болады. Менің мақсатым сіздерді адастыру емес, сіздерге ой салу. Ары қарай өздеріңіз анализ жасап, өздеріңіз қорытынды шығарасыздар. 3 апта бұрын мен Брюссельде Еуропаның қаржы өкілдерімен жабық кездесуде болдым. Тақырып Ресей санкциялары туралы болды. Сондағы бір жоғары лауазымды тұлға былай деп айтты: біз олардың активтерін қатырып, оларды тізе бүктіреміз деп ойладық, бірақ оның орнына өзіміз басқара алмайтын құбыжықты жараттық. Оның айтқаны дұрыс. Өйткені Еуропаның Ресей активтерін істегені бүкіл әлемдік қаржылық жүйені түбегейлі өзгертетін тізбектік реакцияны бастап кетті. Ал енді олардың баяндамада не айтпағанын және неліктен сол 105 миллиард долларды бұғаттау қаржы тарихындағы ең үлкен стратегиялық қателердің бірі екенін мен сіздерге айтып берейін. 2022 жылы 26 ақпанда Еуропалық одақ Ресей орталық банкінің 300 миллиард долларға жуық резервін қатырып қойды. Бұл бұрын соңды болмаған оқиға. Осыған дейін ешқашан батыс елдері алпауыт елдің егеменді активтеріне қол сұққан емес. 2 жыл бойы ол активтер бұғаттаулы болды, ал Еуропа не істеу керектігін талқылады. 2024 жылы мамырда олар мынадай шешім қабылдады. Негізгі сомаға олар тиіспейді, бірақ пайыздық табысты олар тәркілейді. Ол шамамен жылына 3 миллиард доллар, және ол ақшаны олар Украинаға әскери көмекке жібереді. Осыны естігенде мен оның арты үлкен апатқа апаратынын түсіндім. Өйткені біреудің ақшасының бір бөлігін ұрлау ешқашан жауапсыз қалмайды. Еуропа компромисс тапты деп ойлады. Ол негізгі сомаға тиіспей, оның пайызын алып отыру. Бұл тамаша орта жол. Бірақ қаржылық соғыста орта жол болмайды. Сіз меншік құқығын сақтайсыз, не сақтамайсыз. Ал енді Ресейдің жауабы қандай болғанын және неліктен ол бәрін өзгертетінін мен сіздерге айтып берейін. Еуроодақтың мәлімдемесінен кейін 48 сағат ішінде Мәскеу мынадай жарлық шығарды. Ресейде активтері бар кез келген еуропалық компания енді дәл сондай қарымта шаралардың нысанына айналады. Егер Еуроодақ жинақталған Ресей активтері мен үлестерінен 105 миллиард долларды тәркілесе, Ресей де еуропалық холдингтерден дәл сондай соманы тәркілейді. Қауіп төнген компаниялардың тізімі жаға ұстатады. Volkswagenнің Ресейде 3,5 миллиард доллар активтері бар. Raiffeisen банктікі 2,8 миллиард, Danone 1,2 миллиард. Societe Generale, Unilever, Shell, British Petroleum, жалпы еуропалық компаниялардың Ресейдегі корпоративтік инвестицияларының толық мөлшері 200 миллиард доллардан асады. Ресей оның бәрін тәркілейміз деп қорқытпайды, олар дәл соққы жасайды. Еуропа олардан қанша алса, олар да сондай мөлшерде алады. 105 миллиард доллар. Не артық емес, не кем емес. Бұл дәлме-дәл қарымта жауап. Ал енді қызықтың бәрі басталады. Еуропалық үкіметтер қатты сасқалақтады. Өйткені олардың ірі корпорациялары шыңғырып жатыр. Volkswagen 3,5 миллиард доллар шығынды көтере алмайды. Raiffeisen төлем қабілетсіздігіне тап болады. Бұл компаниялардың акционерлері бар, қызметкерлері бар, саяси байланыстары бар. Сөйтіп еуропалық үкіметтер тығырыққа тірелді. Олар Ресейдің мемлекеттік активтерін Украинаны қаржыландыру үшін алып қойды. Енді олардың өздерінің жекеменшік секторы соның құрбаны болып отыр. Енді сол компаниялар өз үкіметтеріне бітімге келіңдер деп талап қойып отыр. Ал енді мұндағы ең керемет нәрсе, Ресей сол активтерді кездейсоқ түрде тәркілеп жатқан жоқ. Олар активтерді тәркілеу үшін ең қатты қысым көрсеткен елдердің компанияларын таңдап, соларға шабуыл жасап отыр. Германияның компаниялары, Францияның, Австрияның компаниялары. Бұл саясатта ең берік ұстанған елдер ең ауыр құн төлеп отыр. Ал енді санкцияларға сенімсіздік танытқан елдерге, мысалы Мажарстанға, олар бір қызығы тиіспей отыр. Бұл Еуропаның ішінде саяси алауыздық тудырып отыр. Сабырлық танытқан елдер мадақталып, ең агрессивті болғандар ең ауыр жазаланып отыр. Бұл стратегиялық данышпандық. Ресей тұтас еуропалық блокқа қарсы тұрмай, оның жараларын басып отыр. Одақ мүшелерін бір-біріне қарсы қойып отыр. Және ол нәтижесін беріп отыр. Енді мұның жалпы қаржылық жүйе үшін не білдіретінін мен айтып берейін. Өйткені бұл Ресей мен Еуропа арасындағы даудан гөрі едәуір кең ауқымды мәселені қамтиды. 75 жыл бойы батыстың қаржылық жүйесінің негізін қалаған бір басты қағида болды. Жекеменшік құқығы бәрінен жоғары. Сіз батыстың банкінде депозит сақтағанда, сіздің активтеріңіз батыстың заң аясында болғанда, ол активтер сіздікі. Үкіметтер оған салық салуы немесе оларды реттеуі мүмкін, бірақ оған ешқашан тиісе алмайды.
Бұл қағида 2022 жылы ақпан айында өлді, ал 2024 жылы мамырда оның жаназасы өтті. Енді жер бетіндегі бүкіл орталық банктер бір сұрақты қойып отыр. Егер олар Ресейге солай істесе, бізге де солай істей ала ма? Жауабы әрине иә. Мен Азияның, Африканың, Латын Америкасының орталық банктерінің төрағаларымен сөйлестім. Олардың әрқайсысы өздерінің резервтік активтерін сақтайтын орынды қайта қарастырып отыр. Және бәрінің сұрайтыны бір нәрсе, батыс біздің байлығымыздың қандай бөлігін тәркілеуі мүмкін. Жауап бәрін үрейлендірді. Орталық банктердің басым бөлігі резервтерін доллар мен еврода ұстайды. Батыстың валютасында, батыстың банктерінде сақтайды. Барлығы батыстың заң жүйесіне бағынады. Енді олар не істеп жатыр? Ақырындап жүйелі түрде диверсификация жасап жатыр. Доллар мен евро активтерін азайтып, алтын резервтерін өсіріп жатыр. Екі жақты валюталық келісімдерді қарастырып жатыр. Батыстың инфрақұрылымын айналып өтетін төлем жүйелерін құрастырып жатыр. Активтерді тәркілеудің нағыз құны осы. Еуропа алып қойған 105 миллиард доллар емес. Келесі 10 жылдықта орталық банк резервтеріндегі триллиондаған доллар батыстың заң аясынан шығып кетеді. Өйткені сенімді бір рет жоғалтсаң, оны қайтара алмайсың. Енді мен сіздерге дәл қазір не болып жатқанынан нақты мысалдар келтірейін. Сауд Арабиясы Қытаймен арадағы мұнай саудасын юань арқылы жүргізуді қарастырып отыр. Біріккен Араб Әмірліктері алтынмен қамтамасыз етілген есеп айырысу жүйесін құрып отыр. Үндістан Ресеймен арадағы сауданы рупий арқылы жүзеге асырады. Бразилия мен Қытай арасындағы саудада ұлттық валюталар қолданылады. Мұның бәрі эксперимент емес, ол операциялық жүйелер және олар өсіп жатыр. Ай сайын доллар жүйесінен тыс сауда-саттық артып келе жатыр. Ай сайын жаңа орталық банктер батыс активтеріне бас тартып жатыр. Еуропа Ресейді жазалады деп ойлады, бірақ шын мәнінде олар батыстың қаржылық үстемдігінің құлдырауын жеделдетті. Олар бүкіл әлемге батыс активтерінің сенімді емес екенін дәлелдеді. Меншік құқығы тұрақсыз екенін және геосаясат экономикадан басым екенін көрсетті. Ал енді ең ащы шындық. Еуропа тәркілеген 105 миллиард доллар Украинадағы жағдайдың нәтижесін өзгерте алмайды. Жылына 3 миллиард доллар әскери көмектің маңызы бар, бірақ ол шешуші емес. Ресейдің әскери бюджеті жылына 100 миллиард доллардан асады. Еуропа көмегінің үлесі инемен құдық қазғандай. Еуропа соғыстың нәтижесін өзгерте алмайтын тактикалық басымдық үшін өзінің тұтас қаржылық жүйесінің сенімділігін құрбан етті. Бұл тарихи ауқымдағы стратегиялық сауатсыздық. Ал енді Ресей бұл жауап арқылы не ұтатынын мен сіздерге айтып берейін. Бұл жердегі мәселе тек ақшаны қайтаруда ғана емес. Бұл бір жаңа қағиданың қалыптасуы. Ол қағида қаржылық соққыға жауап қайтаруға болатын туралы. Активтерді тәркілеу кек алуға шақыратын туралы. Батыстың қаржылық үстемдігі шексіз емес екендігі туралы. Осыны көрген әрбір ел бұдан сабақ алып отыр. Батыс елдері сіздің активтеріңізді қатырып қойса, сіз олардікін қатыра аласыз. Меншігіңізді тәркілесе, сіз олардікін тәркілей аласыз. Олардың қаруын өздеріне қарсы бұруға болады. Бұл батыстың негізгі әскери емес күшін жояды. Ондаған жыл бойы қаржылық санкциялар қорқынышы басқа елдерді бағындыру үшін жеткілікті болған. Талапты орындаңдар, болмаса біз байланыс түземіз. Бағыныңдар, болмаса ақшаларыңды қатырамыз. Бұл қорқыту әдісі одан шығудың жолы болмаған кезде ғана әсер етеді. Ал Ресей бұдан құтылудың жолын көрсетіп отыр. Қарсы тұрыңдар, параллельді жүйелер құрыңдар, дәлме-дәл қарымта жауап қайтарыңдар. Сол кезде қауіптің бәрі сейіледі. Енді сол Брюссельдегі келісімге оралайық, сол лауазымды тұлғаның сөздеріне. Біз өзіміз басқара алмайтын құбыжықты жараттық. Ол Ресейдің әскери жауабы туралы айтып отырған жоқ. Ол қаржылық прецедент туралы айтып отыр. Өйткені сіз меншік құқығына қол сұғылмайды деген қасиетті ережені бір рет бұзсаңыз, өзіңіз босатқан жынды кейін бөтелкеге қайта кіргізе алмайсыз. Енді болашақтағы әрбір қақтығыс активтердің тәркіленуіне әкеп соғады. Әрбір дау енді қаржылық соғысқа дейін ушығады. Ал батыстың қаржы орталықтары ең үлкен соққы жейді. Енді оның Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт үшін зардабы қандай болатынын ойлаңыздар. Бұл қалалар әлемдік қаржы орталықтарына қалай айналды? Олардың ұсынғандары қауіпсіздік, заң бейтараптығы, заң үстемдігі және меншікті қорғау болды. Олар сондай құндылықтарды ұсынды. Бірақ егер Ұлыбритания активтерді қатыра алса, Еуроодақ пайыздық төлемдерді тәркілей алса, ал ақш банк жүйесін қаруға айналдыра алса, онда бұл қалалар енді бейтарап емес. Енді олар қауіпті, ал ақылды инвесторлар ақшаларын қауіпті жерде ұстамайды. Олар қауіпсіз жер табады. Сол себепті біз балама қаржы орталықтарының көбейгенін көріп отырмыз. Сингапур, Дубай, Хонг-Конг. Бұл қалалар өздерінің нағыз бейтарап екендерін көрсетіп отыр. Олар геосаяси себептер үшін сіздің активтеріңізді тәркілемейді.
Олар өздерінің қаржы жүйесін қару ретінде қолданбайды. Бұл бейтараптық олардың бәсекелестігін арттырады. Қазірдің өзінде оларға капитал құйылып жатыр. Қытай компанияларының штаб-пәтерлері Сингапурға көшіп жатыр. Орыс олигархтары Дубайдан мүлік алып жатыр. Таяу шығыстың байлығы Лондоннан басқа жерлерге ауысып жатыр. Әлемдік қаржы географиясы өзгеріп бара жатыр, ал Еуропа сол өзгерісті жылдамдатып жатыр. Активтерді тәркілеу жалғаса берген сайын көбірек капиталды алып кету туралы шешімдер қабылданып жатыр. Тек Ресейдікі ғана емес, біз келесіміз деген қорқынышы бар кез келген капитал. Енді моралдық аргументке тоқталайық. Олар Ресей Украинаға басып кірді деп айтады. Мүлікті тәркілеу жаза ретінде ақталады. Халықаралық заң, адамгершілік қағидалары, мен бұл жерде Ресейдің Украинадағы әрекеттерін ақтап отырған жоқпын. Бірақ адамгершілік пен қаржы әртүрлі уақыт өлшемдерінде жұмыс істейді. Сіз бүгін адамгершілік тұрғысынан жеңіске жетіп, ертең қаржылық соғыста жеңіліп қалуыңыз мүмкін. Батыс әлемі моралдық себептер үшін қаржы жүйесін қаруға айналдырды. Ресей салқынқанды стратегиялық есеп арқылы жауап берді. Ал ұзақ мерзімде стратегия адамгершіліктен басым түседі. Үндістан Ресей мұнайын сатып алғанда, олар басқыншылықты қолдамайды. Олар энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отыр. Сауд Арабиясы мұнайды юанға сатқанда, олар батыстың құндылықтарынан бас тартпайды. Олар тек қауіп-қатерді азайтып отыр. Бразилияның реал арқылы сауда-саттық орнатуы ол тәуелсіздік жолын таңдау. Еуропа әлемді адамгершілік пен жеке мүдде арасында таңдауға мәжбүрлегенде, көбі жеке мүддені таңдады. Оларда адамгершілік болмағаннан емес, оларға өз халқының жағдайын жасап, оларды тамақтандыру керек, экономикасын көтеру керек. Активтерді тәркілеу әділ және ықпалды шешім болып көрінді, бірақ стратегиялық тұрғыдан ол ақымақтық болды. Өйткені ол батыстың қаржылық күшінен сескенетіндердің бәрін біріктірді және оларға ортақ себеп тауып берді. Бұл батыс әлемі қорқады деп жүрген мультиполярлықты одан бетер жылдамдатты. Ресейдің жауабы тек 105 миллиард долларға ғана қатысты емес. Ол қаржылық империя, әскери империя сияқты осал екенін көрсетіп берді. Үстемдіктің шегі бар екенін, ал күштің қарсылыққа тап болатынын көрсетті. Және батыстың қаржылық гегемониясы дәуірінің соңы бағындырудан емес, кек алғаннан болғанын көрсетті. Мен қазіргі жағдайды көргенде, өмір бойы өз қызметімде бақылап жүрген заңдылықтарды тағы да байқап отырмын. Империялар шектен шығып, өз күштерін қаруға айналдырады. Олар күштерінің мәңгі екеніне сенеді. Кейін олар әрбір әрекетке оған тең қарама-қарсы әрекет бар екенін аңғарады. Еуропа Ресейдің жазасын берді деп ойлады, бірақ ол өзін жазалады. Сол 105 миллиард долларды тәркілеу әрекеті Еуропаның табандылығының көрінісі ретінде емес, оның байлығын қамтамасыз еткен жүйенің құлдырауы ретінде есте қалады. Ал Ресейдің жауабы санкцияның күші қаржылық соғыста екі жаққа да зақым келтіретін және империяның қаруын оған қарсы бұруға болатынын көрсететін сәт ретінде келесі ұрпақтарға стратегия курстарында оқытылады.